Алматы арнасын қосып таңғы студия бағдарламасын көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Бүгін 15 маусым сәрсенбі, күн жағымды жаңалыққа толы болсын. Студиямызға алғашқы қонақтарымызда келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Дәстүрлі әнші, айтыскер ақын Хатимолла Бердіғалиев және Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония ақпарат бөлімінің жетекшісі Олжас Сейтінов. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер студиямызға. Рахмет. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Көңіл күйлеріңіз ше? Өте жақсы. Бәрекелді. Енді биыл Хатимоллаға сіз 60 жасқа толып отырсыз. 70 кешіріңіздер, 70 жасқа толып отырсыз. 60-қа дейін жас көрінесіз, соны айтқым келген ғой. Енді сізді шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Олжас мырза, енді ағамыздың 70 жылдығы қалай өтіп жатыр? Әрине, қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Алматы, таңғы студия. Осы жерде отырған барлық операторлар, режиссерлер, жалпы жүргізушілер, сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді Хатимолла ағамыздың 70 жылдық мерейтойы біздің Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында бастау алып, сол жергілікті ағамыздың Ғарифолла Құрманғалиев облыстық филармониясында директоры, шәкірті Асхат Расулы Қажғалиев деген ағамыз бар. Сол кісі идея тастап, ұсыныс тастап, осынау ағамыздың 70 жылдық мерейтойын республикалық турне аясында өткізуді ұсынған болатын жергілікті басшылыққа. Содан кейін Батыс Қазақстан облысы әкімдігі, облыстық мәдениет басқармасы арнайы қолдап, ағамыздың 70 жылдық мерейтойын республикалық турне қылып ұйымдастыруды қолға алды. Бұл турне 18 мамырдан бастап Қостанай облыстық филармониясында, 20 мамыр күні Павлодар облыстық филармониясында, содан кейін 7 маусым күні Ақтөбе Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармониясында. Енді қазіргі таңда міне біздер Алматыға да келіп отырмыз. Алматыда ағамыздың Шырқалан төгіл дауыс атты үлкен қазақ концерт залы дейді, қазіргі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерттік залында бүгін сағат 19:00-де ағамыздың үлкен концерті өтетін болады. Бүгін? Бүгін. Әрине, билеттер де барлығы да сатылы. Билеттердің барлығы жаңағыдай. Қайдан алу керек? Құрманғазы оркестрінің концерттік залының кассасында және Тикетон сайтында қазіргі таңда сатылуда. Біздер сол Орал қаласында осы ағамыздың 70 жылдық мерейтойына арнап, біздер делегация болып келдік құраммен. Бүгінгі концертте өнер көрсететіндер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Қанатқали Қамокұлы Қожақов деген ағамыз бар. Содан кейін ерен еңбегі үшін медалінің иегері Айбар Қайырханов деген бар. Енді сағат 19:00-де бүгін концертке келсеңіз, соның ішінде қазір енді әлеуметтік желіде де, елде де неше түрлі теріс қара пікірлер болып жатыр ғой, музыка әлемінде. Өздеріңіз көрдіңіздер, өткендегі жастардың қылықтарында соған бір қарсы бір не болсын деген ниетте бір жағынан біздер дәстүрлі өнерімізді, соның ішінде дәстүрлі ән жырымызды насихаттайық деген мақсатта ағамыздың бүгінгі концерттері де, жалпы істеген істері де осылай болып жатыр. Ағамыздың атымен жамылған бұл турне біздің мына жас ұрпаққа бір жүрегіне әрине мына өнеге болады деп үміттенеміз. Аға, енді сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы тур қалай өтіп жатыр? Сізге қай қаладағы концерт ерекше ұнады? Және бүгінгі концертке дайындық қалай? Шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, шаршау деген болмайды ғой. Өзіміз осы біздің 7-ші мекен, 6-ші мекен қаламыз. Қостанай, Павлодар, Ақтөбе өтті, сосын Алматы. Енді менің репертуарында концерттік программа бар, сосын Айман Шолпанның жыры бар. Сұраған жақ өзі жыр керек па, әлде концерт керек па деп сұраймыз. Сол концерт десе концертпен шығамыз, жыр десе жырмен шығамыз. Ақтөбе өткенде жырмен барып келдім. Енді 70-те демесеңіз тап шаршай қойғам жоқ. Бірақ енді қандай дегенмен атын мақтаған жолда қалады дегенде 70-тің аты 70 қой. Бұрын ғана айнам көз дейтін әндерге бара беру онша қазір қиын. Олардан қашақтаймыз. Жас өзінікін алады. Бірақ әлі шүкір. Бәрекелді. Енді аға, әрбір жасқа жеткен сайын жалпы біз адамзат өзімізге өзіміз есеп береміз. Артқа бір шолу жасап, жаңағы істерімізді, ойымызды барлығын таразыға салып, жаңағы сараптаймыз. Енді сіз 70 жасқа келдіңіз, енді артқа бір қарап, қандай ой келеді сізде? Жалпы енді
текке өмір сүрмеген екен деген ой келеді. Бәрекелді. Әуелі сол ауылдағы автоклубтан бастадық. Мына музыка училищесін бітіріп барғаннан кейін шопандардың үйіне дейін барып ән салып концерт бердік. Оның бір жағында 18 жыл музыка колледжінде дәстүрлі әннен сабақ бердім. 30-дан аса шәкіртім бар. Барлығы да жаңағы елге танымалы. Қайрат Кәкімов, Күләш Қуанышқалиева, тағы сондай жігіттер. Жаңа Олжас айтып кетті, сол филармония директорының өзі менің шәкіртім. Оның бір жағында енді тағы да біраз жұмыстар істелді, филармонияға келдік. Өзі қызық болды. Бірінші мені оқу бітіргеннен кейін бөлгенде филармонияға бөлді, 75-ші жылы. Бірақ ол кезде менің үйде үлкен кісім болды, және үйленіп қойғанмын. Филармонияға келгенде ол кезде қазаққа онша үйіре бермейді, оның жасырмау керек. Қазаққа үйіре бермейді онша. Содан кейін енді үлкен кісіменен қайда келем? Оларды бір жерге әкеліп, бір жатақханаға қойып, өзім гастрольге кетсем күндеріне болады деп, сосын жоқ мен ауылға кетейін деп ауылға жолдама алып, ауылда 16 жыл жұмыс істеп, сосын келдім. Содан сабақ бергеннен кейін филармонияға келдім. Бәрекелді, негізі мына сіздің өмірлік тәжірибеңізбен бір жас өнерпаздарға әліппе ретінде бір жаңағы өзіңіздің жаңағы тәжірибеңізбен бөлісіп, біліміңізбен бөлісіп, соларға әліппе жасасаңыз болады. Негізі бұл сіздің өміріңіздің өзі әліппе. Енді ол тұрғысынан әрине дұрыс айтасыз. Біздерде мына филармония ақпарат және жарнама бөлімі бар. Сол кезде біздердің ағаларымыздың қасымызда жоқ ғой. Үлкен мэтрлер, корифейлер, осы кісілердің жаңағы сіз айтқандай әліппе, болашаққа ұрпаққа бір өнеге болсын, өсиет болсын деген ниетте біздер қазіргі таңда көптеген шаралар атқарып жатырмыз. Соның ішінде енді әлеуметтік желілер бар, YouTube бар. Ағамыздың былтыр YouTube альбомы шықты жарыққа. Бұл YouTube альбом қазіргі таңда ескіргізер естендерде бұл кең насихатталуда. Себебі мына артынан өсіп келе жатқан адамдар бар, соларға әліппе болады. Ана YouTube'тан сілтемесін жүктеп алып, ағамыздың қаншама өлеңдерін барлығын қазір конкурстарға дайындалып жатыр балдар. Осындай дүниелерге атқарылады. Негізі өте дұрыс айтылған сөздер үйдің мына тұрақтылығы фундаментіне байланысты. Ал біздің өнерпаздарымыздың дұрыс өсіп, дұрыс бағыт-бағдармен жүру, ол осындай ағаларымыздың қалдырған әліппесі болу керек. Олжас, енді бұл турдың ең соңғы нүктесі қай жерде? Бұл турдың ең соңғы нүктесі әзірге таңда енді біздер жаңағыдай мына орталық Қазақстанды, солтүстік, оңтүстік Қазақстанның барлығын аралаймыз. Содан кейін ең соңғы нүктесі енді өзіміздің батыс Қазақстан облысында болуы керек. Атырау бар, Ақтау бар. Ең соңғы нелері осы. Ең соңғы нүктесі мен өзім туып өскен Казталовка ауданында болуы мүмкін. Бәрекелді. Әдемі нүкте болайын деп тұр. Әрине, қазір жоспарлануда. Аға, енді айта қойыңызшы, жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, мен жаңағы қаншама шәкірттерім бар дедіңіз, өзіңіз ұстаз болдыңыз. Енді қазіргі таңда осы қазіргі заманның жас ұстаздары қандай? Оларға не жетіспейді? Енді мен ол жұмыстан кеткелі біраз уақыт болды. Менің орнымда өзімнің бір шәкіртім Бейбіт деген азамат жүр. Сосын Серік Абдрахманов дейтін осы Ғарекеңнің класын бітіріп кеткен кезінде Ақтайыптан бітірген азамат жүр. Онда жалпы шәкірт тәрбиелеп келе жатыр олар барынша. Енді олармен етене араласпағаннан кейін мына жері жетпей тұр, мына жері артық екен деп қиын. Ол үшін бір 3-4 сабағына қатысуым керек қой. Сондықтан дәл айтпай қалсам обал болар. Енді аға, өзіңізде Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Құрманғалиевтің шәкіртісіз. Өзіңіз сол кісіден қандай жақсы қасиеттер бір қызығы мен Ғарекеңде оқыған жоқпын. Еске түсірсек. Мен бір қызығы Ғарекеңде оқыған жоқпын. Оқыған жоқсыз. Мен вокал бітіргенмін. Оралдан музыка колледжінде вокал, классикалық вокал бітіргенмін. Бірақ бала жасымнан мына қазақ әншілерін, Ғарекең, Жүсекең, Мәнекең, жалпы бәрін қазақ әншілерін түгел опералығы бар, дәстүрлі әншілер бар, бәрін құлаққа сіңіріп тыңдап өскенмін. Енді вокал бітіргенім өзіме зиян болған жоқ, өйткені енді қандай дегенмен ол үлкен мектеп қой. Тынысты қалай алу керек, дыбысты қай жерге қою керек, қалай шығару керек, дыбыстың тірегі қай жерде болу керек, солардың барлығын енді үйретеді. Және мұғалімім орыс болды, Анна Федоровна Муравьева дейтін. Менің жалпы ұлттық колоритіме ол кісі көп тиіспеді. Өйткені жаңағы онша Италияға бұра бермеді, Европаға. Европаны да үйретті, ұлттық колоритке де онша тиіскен жоқ. Ол не керек, қазір өмірде жоқ.
Сондықтан ауылға барғаннан кейін енді классиканың операңды ешкім тыңдай бермейді ғой. Иә, домбыраны қолға алып, сол Қарекеңдерден, күй табақтардан үйренген әнімізді салып кеттік. Қарекеңнің өзін екі рет көрдім. Сол екінші көргенде онда тым тәуір жігіт едім, ән салып жүрдім. Ән саласың ба деді. Салып жүрген болып жүрміз, Қареке. Өзіңізден бат алып кетейік, я таяқ жеп кетейік деп келдім деп үйіне барып. Соған Қарекең ал бір ән айтты деді. Қасымда осы Бекболат Тілеуқанов бар, сосын жаңа Серік дейтін азамат бар. Соның өзінің Ақжайық деген әнін айттым. Балам жарайсың деді. Тағы біреуін айтшы деді. Өтеғалидың әні Өтеғали дейтін әнді айтып едім. Балам әнші екенсің деді. Сонан кейін енді қоя қойып едім, әлгі екі жүгірмек қоймады. Мұхиттан деді. Енді Қарекең алдына келіп тақылдай береміз бе, қояйық деп едім. Мұхиттан да айтады Қареке деп айтып қой, Қарекең сосын. Онда Мұхиттан айтшы деді. Мұхиттың үлкен айдайын айтып едім. Әнді бұзбаған екенсің деді. Қарекеңнің көзінің тірісінде алған батам да, бағам да сол үш ауыз сөз. Жарайсың, әнші екенсің, әнді бұзбаған екенсің. Қараңыз, қандай нық түскен және терең мағыналы баға берген. Мінекей, оны негізі сезіне білуде үлкен өнер. Жаңа ағамыз енді Қарекеңнің батасын алдым деп бір үш ауыз сөзіне айтып отыр ғой. Біздер мысалы, мен ойлаймын, біздер қазір толыққан жастар, біз бақыттымыз. Хатимолла ағайымыздың қасында жүргенімізге мысалы бақытты болуымыз керек. Оны ертең уақыт өте айтамыз ғой енді. Әрине, мақтанып айтамыз. Аға, енді домбыраңызды алып келген екенсіз. Сізден бір қонақ кәде сұрасақ? Еді, қонақ кәде сұраса, оның ішінде қыздар сұраса тауық қайтарымыз. Ал, керек. Енді таңертең қиындау болады, бірақ амал қанша деген тегі. Мынау Сартай деген өткен, біздің Батыс Қазақстанда Қаратөбе деген жерде соғысының халықтың алдына шығарда жаңа бір өзің бір ашып алатын термесі бар екен, кіріспе термесі. Соны көрейін. Тыңдап құлақ салыңыз, азан кеме сөйлейін келгенін шау қалымыз, сөйлемейін мен неге. Сөйле деп тұрсау халқымыз, аянбайын сіздерден жарапта тұрса барымыз аға менен жеңгеге. Заманы қатар құрбыға сөз сөйлесек алтындау сондау келер сәніміз. Халық алдына келгенде өлеңден айтып жырлау әуелден қалған салтымыз, аянбайын сіздерден. Есен тұрса кеудеде бір шырындай жанымыз, ағысыман ағайын жүйрік аттай шабайын отырған мынау қалайық. Сөзіме ябден қаныңыз қолданған әрде де жүріп бар алғаға түссе алқымдан ауыздығын шайнаған. Томағамдау алда топқа сал бәйгемдау алмай құрғалман тыңдаушы халқым алдында. Сөйле өткір қызыл тіл жолғадай сардау ылғаған белгілі жақсы адамға. Өнеге сөзің тыңдалған бағасы білген шамандар топқа кірмей шегініп, бәйгесінен құрғалған жаман адам бала сау қонаққа келсе үйіне. Қабағын түйіп жираңдап өз өзінен сорланған жақсы адамның бала сау жөн сөзіне қуанып жүріңдау қолдаған тыңда да қалқым жиналған Ай, бәрекелді. Қандай керемет, даусыңыз қандай керемет, әдемі, жүрегімізді шыны керек тітіркендіріп жіберді. Бауыржан сөйлей алмай қалды. Жоқ, шын мәнінде де жаңағы Олжас мырза өзіңіз айтқандай, бұл ұлттық код қой. Бұл деген тарих. Қазір біз мына тарихта қалатын күннің куәгері болып отырмыз. Міне осыны сезіне білу керек. Қазақ айтады ғой, мысалы атқа мінәлмеймін дейді ғой, бірақ атты көргенде қалай мініп кеткен, қалай шапқан білмей қалады ғой. Сол секілді домбыра да мына дәстүрлі ән де біздің ұлттық кодымыз.
Бұл мына іштегі дүниені, домбыраның үні естілсе, дәстүрлі әнді бір естісеңіз, іштегі мына дүниенің барлығы, иә, жаңа айттыңыз, толқып отырмын, және істеп отырмын, сондай дүниенің барлығы шығады. Қазақтың жан дүниесі оянады. Рухымызды оятады екен. Иә, келгендеріңізге көп рахмет. Аға, сізге барлық жақсылық тілейміз. Аман болыңыз. Сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Әумин, айтқаныңыз келсін. Студияларыңыздан қонақ кетпесін, жақсы жаңалық кетпесін эфирлеріңізден. Әумин, айтқаныңыз келсін. Аман болыңыздар, күн жақсылыққа толы болсын. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.